Баршаңызға ассаляму алейкум достар, бүгін сіздермен бірге сәбізді бәліш рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен сәбіздерімізді теркадан өткізіп аламыз. Содан соң ыдысымызға жұмыртқа, қант, кішкене тұз салып, бәрін миксермен жақсылап араластырамыз. Содан соң массамызға сұйықмен қосып, қайтадан жақсылап араластырамыз. Енді массамызға сәбізімізді салып, бірлет жақсылап араластырамыз. Ұнымызға қопсытқыш салып араластырамыз. Ұнымызды біздің сұйық массамызға саламыз және миксермен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай кішкене қою қамыр шығуы қажет. Енді жаңғақтарымызды алып, видеода көрсетілгендей тураймыз. Туралған жаңғақтарымызды біздің қамырымызға саламыз және жақсылап араластырып аламыз. Дайын формаға қамырымызды құямыз және бәлішімізді 180 градуста 40-45 минут дайындаймыз. Мінекей достар, біздің сәбізді бәлішіміз дайын. Бұл бәліш өте жұмсақ, нәзік, дәмді болып шығады, әрі өте оңай дайындалады. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Сіздердің отбасыларыңызға бұл бәліш ұнайды деген ойдамын. Ал егер осы видеоны салай қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассаляму алейкум.